Бүгін ерекше тағам дайындайтын боламыз. Іші осындай сочный болып шығатын чебурекидің екінші түрі деп те айтсақ болады. Түрі сондай тәпеташарлық болып тұрған осындай бәлішті сіздерге жасап көруге кеңес берер едім. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға сұйық майды және тұзды салып араластырып, үстіне ұнын салып, жұмсақ қамыр елтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке орап қойып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Бір үлкен пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Бізге жарты болгар бұрышы қажет болады, оны осылай үкіштен өткіземіз. Және үкіштен өткізіп сарымсақ қосамыз. Екі қызанағымызды алып, оны да осылай майдалап турап аламыз. Тартылған етімізді салып, енді өте дәмді болып шығу үшін кішкене осындай аскөк қосып жібереміз. Дәміне қарай қара бұрышты және тұздың салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тапамызға кішкене май құйып, салмамызды толық піскенше қуырып аламыз. Негізінен бұл бәліштің дәмі түріктің пидесіне ұқсап кетеді, өте дәмді, ерекше әрі сочный болып шығатын болады. Толық піскеннен кейін газымыздың отын өшіріп, енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды осылай дөңгелектеп бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 күлше шықты.
Әр күлшемізді осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Салмамызды барлық жеріне жеткізе отырып, тегістеп салып шығамыз. Екінші қамырды бетіне төсеп, шеттерін бекітіп шығатын боламыз. Қызып тұрған майға күлшелерімізді салып, екі шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, егер сіздерге видео пайдалы болса, ұнаса, менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Осымен біздің ет қосылған ерекше бәліштеріміз дайын болды. Осы рецептпен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.